Армысыздар, эфирде Шартарап. 7 күннің ішінде жер жаһанда болған өзекті жайттарға мен Жалғас Сүйінұлы шолу жасап талқылайтын боламын. Ендеше алда көретіндеріңіз. Қырғызстанда жаңа басшы Сооронбай Жээнбеков ресми түрде президенттік қызметіне кірісті. Грекияда толассыз жауған нөсердің салдарынан көз жұмғандардың саны 25 адамға жетті. Аргентинада із-түссіз жоғалған сүңгуір кемені іздеу шаралары әлі жалғасуда. Әр ел басшылары Даиш террористік ұйымының бір жола жеңілгенін мәлімдеуде. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дегендей, бүгін Алатаудың ар жағындағы Аққалпақты ағайындар үшін ерекше күн. Сайлауда 55% дауысқа ие болған Сооронбай Жээнбеков ресми түрде өз қызметіне кірісіп, Қырғызстанның президенті болды. Инаугурация мемлекеттік Алла Арча резидентурасында өтті. Алдымен жаңа басшы халық алдында ант берді. Жээнбеков өз саясатының 100-ден астам ұлт өкілдері бар мемлекеттің ынтымағын сақтап, шетелдермен қарым-қатынасты нығайтуға бағыттайтынын жеткізді. Олай болса, бауырлас халыққа басшылары құтты болсын дейміз. Еуропаны топан су тығырыққа тіреді. Мәдениет пен демократиялық саяси құрылымның көне ошағы Грекияда өткен аптадан басталған нөсер жаңбырдың тоқтайтын түрі жоқ. Аса ауыр зардапты ел астанасы Афинаның маңындағы елді мекендер тартты. Мандра, Магула, Неаперамыс, Элевсина қалаларында толассыз жауған жаңбыр мен адуынды дауыл аталған аумақтардағы көзге көрнектінің бәрін күл талқан еткен. Тұрғындар баспанасыз, электр қуатынсыз, тіпті ауыз сусыз қалған. Тіршілікке қажеттінің бәрін табиғи апат бас көзсіз бұзып жарып өте берді. Соңғы деректер бойынша қаза тапқандардың саны 25-ке жуықтаған. 100-ден астам адам тұрғын үйсіз қалып, жарақаттанып жапа шеккен. Із-түссіз жоғалғандардың саны әлі есептелуде. Мемлекет ішінде қаралы күн жариялаған ел билігі бұл жағдай құбылыстың соңы емес дейді. Қираған нысандардың арасынан мәйіттерді әлі де тауып жатқан құтқарушылар жансыз денелер әлі де көбеюі мүмкін дейді. Ал сейсмологтар болса, табиғаттың мұндай мінезі біразға дейін сақталуы тіпті күшеюі мүмкін екенін жеткізді. Ал тұрғындар болса, үміттерін үкілеп отыр. Алайда жағдайды қиындатып тұрған мәселе көп. Бізде ауыз су жоқ, ең қиыны осы апат судан келді, ал біз ішетін суға зар болып отырмыз. Ең бастысы тіріміз. Бірақ бұлай күтіп отыруға шыдам қаншалықты жететінін білмеймін. Құтқарушылар күні-түні қираған ғимараттарды аршып, зардап шеккендерді алып шығып жатыр. Көптеген таныстарымыздан хабар жоқ, себебі барлық байланыс жолдарын апат бұзды. Грекияда табиғаттың ашуы тарқап, тілсіз жаудың беті қайтсын деген ниеттеміз. Осы аптадағы тағы бір оқыс ақпарат Оңтүстік Америкадан жетті. 17 қараша күні Аргентинаның әскери теңіз күштері Сан-Хуан сүңгуір кемесінің бекітілген уақытта хабарға шықпағанын, артынан мүлде байланыс үзілгенін хабарлаған. 1985 жылы Германияда құрастырылған дизельді электрлі су асты қайығының ішінде экипаждың 44 мүшесі болған. Субмарина Ушуай айлағынан Мар-дель-Палата қаласына жол тартып бара жатып, жағалаудан 240 миль қашықтықта Сан-Хорхе шығанағында жоғалып кеткен. Іздестіру шараларына әскери кемелер мен авиация жұмылдырылған. Ал 22 қарашада Аргентина әскери теңіз күштерінің баспасөз хатшысы Энрике Бальби Атлант мұхитының оңтүстігінде су астында бір реттік қысқа сигналдың анықталғандай жарылыстың дауысы қабылданғанын жеткізген. Мәлім болғандай жарылыс дауысы сүңгуір қайықтан соңғы сигнал келген жерден келген. Мамандардың айтуынша кеменің ішінде 7 күнге жететін оттегі қоры болған екен. Тиісінше егерде сүңгуір қайық су бетіне қалқып шықпаса, оның тағдыры қайғылы аяқталды деген сөз дейді. Алайда билік өкілдері жоғалғандардың туыстарына үміттерінен арылмауға үндеді. Осы аптадағы жағымды жаңалықтың жаршысы Иран болды. 22 қараша сейсенбі күні Иран басшысы Хасан Роухани Сириядағы Даиш лаңкестік ұйымының жеңілгені туралы ресми хабарлады. Ислам мемлекеті деп өздеріне ат қойған террористік ұйым әлемнің алып державаларынан қолдау тауып, жарақтанып келген лаңкестік топ. Оның жеңілгені көптеген елдер үшін қуанышты хабар деп сүйіншіледі Иран басшысы. Ал Ирактың премьер-министрі Хайдер Аль-Абади болса, 21 қарашада жауыздығымен әлемнің тізесін дірілдеткен топтың толық жеңіліс тапқанын ол да мәлімдеді. Дегенмен ол Даиштің көзі құртылғанын соңғы операциялар біткеннен кейін бірақ мәлімдейміз деді.
Жалпы ақпарат бойынша аталған лаңкестік тобымен соғыс Ирак экономикасына 100 миллиард доллар шығын әкелген екен. Енді қираған елді қалпына келтіру үшін ресми Бағдат халықаралық қауымдастықтардан қаржылай көмек сұрауда. Себебі содырлар бақылауда ұстаған қалалар мен елді мекендер жермен жексен болған. Мен барлық сарбаздарға, Иран елінің дипломаттарына, қолбасшыларға алғысымды білдіремін. Сондай-ақ Иран, Ирак, Ливан, Сирия елдерінің халқына рахметіміз шексіз. Ұзақ уақыт көптеген адамның өмірін жалмаған, орны толмас шығын келтірген террористік топтың жеңіліс тапқаны тарихи сәт десек те болады. Біз осы күн үшін барымызды бердік, ұзақ күрестік. Дүние жүзін дүр сілкіндірген террористік топтың бұл шынымен де ақырма. Сондай-ақ күні кеше өткен Сочидегі кездесуде Иран, Түркия, Ресей басшыларының пайымы не болды? Осы және өзге де сұрақтарға бүгін біз студия қонағымен жауап іздеп көреміз. Ендеше таныс болыңыздар, бүгінгі қонағымыз халықаралық журналист, саяси сарапшы Ержан Қалымбай. Ержан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық жалғас. Алдымен бірден сұрағымызға көшетін болсақ, жалпы Даиштың жеңіліс тапқанын жаңағы Иран басшылығы, Ирак басшылығы мәлімдеп жатыр. Ал қарсы тараптан ешқандай да мәлімдеме әзірге жоқ. Бұны жеңілісті мойындаған түрі деп қабылдасақ бола ма? Және бұл қуанышты хабарға қаншалықты сенуге болады? Әрине, бұл 21 ғасырдағы ең үлкен адамзаттың қасіретіне айналған террорлық ұйым болды. Идеологиялық тұрғыдан, қаржылық тұрғыдан, пропагандалық, ақпараттық қарулану тұрғысынан әлемде бұрын соңды мұндай ұйым болмаған, террорлық ұйым. Бұның әу бастағы тарихы 2003 жылдан жаңағы Ирак соғысынан бастау болады. Сол жылдары Әл-Мұсаптың құрған ұйымы наразылық ретінде біртіндеп көптеген терактілік қантөгіс, көптеген бейбіт жандарды құрбандыққа шалып, ұсақ ең алдымен жаңағы Иракта терактілерді бастап келді. Біртіндеп 2013 жыл мына Сириядағы азаматтық соғыс бұрқ ете қалған кезде сол сәтті пайдаланып, өзіне тиімді ұяшық ретінде сол жерде өзінің тамырын жайды. Өзін ислам мемлекет ретінде жариялады. Біз оны жаңағы арабшадан алғанда қысқартып Даиш деп атап жүрміз. Содан бастап өзінің ықпалды ұйым екенін, бұрын соңды болмаған, жай ғана ұйым емес, халықаралық террорлық ұйым екенін көрсетті. Көптеген үлкен аумақты, яғни Ирактың солтүстік батысы мен Сирияның оңтүстік шығысына дейін түгел өзіне иелік етті. Көптеген жаңағы әртүрлі көзқарастағы радикал салафизмді идеология ретінде ұстанатын топтардың бәрін біріктірді. Сондықтан бұл жерде шынында да бұл ұйым жеңілді. 2014 жылдың бұлар маусымында құрылса, 2014 жылдың соңына қарай бүкіл әлем алаңдай бастады. Бұны дер кезінде тоқтатпасақ, таяу шығыстың тағдыры не болады деген сияқты үлкен келелі жиындар өтті. Сол кезде 68 мемлекет бірге отырып, жалпы үлкен әлемдік деңгейде, халықаралық деңгейдегі коалиция құрды. Яғни бұл тарихта бұрын соңды болмаған. Содан бері осы 3 жылдың аралығында мына Даиштың Әбу-Бәкір Әл-Бағдади басқаратын Даиштың содырларына, жаңағы террористерге біршама дүркін, яғни нақты айтатын болсақ 20 мыңнан астам әуе соққысы берілді. Соның құрамындағы 23 мемлекет жаңағы одақтың құрамындағы өзінің 9 мың әскерін жіберді. Сонымен қатар Ирак пен Сириядағы әскерлерді қаржыландырып, Ирактың қорғаныс қауіпсіздік күшінің 9 мыңнан астам сарбаздарын дайындап, үлкен демеушілік танытты. Өйткені бұлар Ирактың ең үлкен екінші қаласы Мосулды алғаннан кейін кәдімгідей үлкен бір күшке ие болды. Ең үлкен қаржылық қуаты бар террористік ұйым деп сол кездің өзінде мамандар айтты. Өйткені сол кезде қаражатының өзі 2 миллиард долларға жетеді. Енді идеологиялық ақпарат құралдарын болса болмасын бәрі білет, әлемнің бүкіл аумағына таралды. Тіпті біздің Орта Азиялық аймаққа дейін ықпал етіп, олардың Орта Азиядан қазір сарапшылардың болжамынша кейде 1500 дейді, кейде 2000 дейді. Оның ішінде біздің елден де бар, кеткен адамдар бар. Өйткені үлкен идеологиялық пропагандалық машинасы қатты жұмыс істеді. Бастапқыда тіпті голливудтық деңгейде, голливудтық сапада жұмыс істеді. Ал жалпы биылдан бастап Даиштың бір жола жеңіле бастаған жаңағы Мосулдағы, Раккадағы аумақтарынан 90-95%-дан айырылған, оны көптеген мысалы сол күресіп жатқан
жердегі жергілікті биліктер де болсын, сонымен қатар сол осы даишпен күрес коалиция ұжымдары болсын айта бастады. Яғни бір жола жеңілдетуге болады. Бірақ бұл енді қазір тонын теріс айналдырып, Ауғанстанға кетуі мүмкін, басқа да террористік топтарға бірігіп кетуі мүмкін, тағы да қайтадан шығуы мүмкін таяу болашақта. Мамандар бұған дейін айтқан болатын, егер даиш тобы таяу шығыс елдерін толығымен бағындыра алмаса, қандай да бір қиындық сезсе, сіз айтпақшы, орталық Азияға кетуі мүмкін деп. Ол енді біздің оңтүстікте көршілеріміз арқылы жалпы бізге де бір қауіп төндіруі мүмкін емес пе? Бас сауғалап олар қашып жатыр қазір, әр жер тасалап жатыр. Я жалғыз дұрыс айтасың, бұлар қазірдің өзіне берілгендері бірең сараң ғана. Бұлар өте қатты радикалдық көзқараста, өліспей беріспейміз деген ұстанымда. Сондықтан бұлардың көбі соңғы ақырғы демі қалғанша соғысып жатыр. Ал шынында да сарапшылардың, үлкен ауыз дуал ғалымдардың өзі болжауынша бұлар енді қазір Ауғанстанға ығысуы мүмкін. Ауғанстанда жаңағы Талибан қозғалысымен бірігуі де мүмкін. Сол арқылы біздің Орта Азияға да өзінің ықпалын жасауы мүмкін. Өйткені белгілі бір деңгейде қазір тек біздің Орта Азияда ғана емес, біздің аймақта ғана емес, әлемдік деңгейде осы даиштің біздің елде тыйым салынған ұйым ғой негізі, соның идеологиясына сүйсінетін, соны қолдайтын іштей тілектес ағымдар бар екен, жасырын емес. Яғни біз бұған әрқашан дайын болуымыз керек. Осы мақсатта да Қазақстан қазір антитеррорлық үлкен жұмыстар жасады. Құқықтық тұрғыдан бастап, халықаралық келісімшарттарға дейін бұлардың алдын алу мақсатында. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, егер ол Ауғанстанға барып, жаңағы талибандармен, өзге де қозғалыстармен, қозғаушы күштермен бірігуі мүмкін деп. Жалпы біздің елімізге сақтану үшін қазір осы идеологиялық тұрғыдан күшею керек пе, жоқ әлде қорғанысты күшейту керек пе? Қайсы салаға басты назар салу керек? Енді жалғас, енді бұл идеологиялық болсын, қорғаныс болсын, екеуі де енді сабақтас салалар ғой. Жалпы осы даишқа қарсы, даиш осы ортаға шыққалы, пайда болғалы, әлемде қауіпсіздіктің қадірі белгілі болған сияқты. Өйткені 60-тан астам мемлекет өзінің ұлттық заң жобасына тура осы терроризммен күреске қатысты заң жобаларын жетілдірді. Оны біздің мысалы Конституцияның өзіне, егер шетелге кеткен азаматтар болса, жаңағыдай әртүрлі желеумен, мысалы, олардың ең басты ұстанымы жихадты желеу ету, алдап соғу. Соған еріп кеткен адамдардың, яғни азаматтығынан айыру, прокурордың келісімі бойынша деген сияқты. Сонымен қатар жалпы терроризммен күрестің алдын алу үшін үлкен халықаралық ұйымдардың аясында біздің мүше жаңағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы болсын, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы болсын, солардың аясында да мысалы осы жылдың өзінде бірнеше кездесу өтті жаңағы мынау қауіпсіздік органдарының басшыларының терроризммен күресті күшейту мақсатында. Сондықтан бізде үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Ал идеологиялық министрліктің, дін және азаматтық қоғам министрлігінің құрылуының өзі бұл үлкен біздің ақпараттық идеологиялық жұмысымыздың басталған бір түрі. Себебі қазір ақпарат шекара танымайды, кез келген уақытта өтеді. Тіпті былтырғы бірақ мысалды алатын болсақ, маусымдағы Ақтөбедегі қанды оқиғаны еске алатын болсақ, осының өзі даиштің белгілі бір лидерлерінің пәтуасы беріліп, соны орыс ақпарат құралдары таратты, оны ертеңде қазақшада таратты, пәтуаларын берілген. Соған біздің жастар еріп кетті деген болжам тұжырымдары бар. Сондықтан біз ақпараттық тұрғыдан болсын, идеологиялық тұрғыдан болсын, жалпы қауіпсіздік тұрғыдан болсын, жұмысты күшейтуіміз керек. Бірақ бұл жұмыс қазірден бастап бізде қарқынды түрде жүргізіліп жатыр деп айтуға болады. Әрине, ол қорғаныстың түрі көп дейсіз ғой. Барлығы бір сала. Бірақ енді өзіңіз дұрыс айттыңыз, және бұл даиштің пайда болуы көптеген елдерге терроризмге қарсы заңнама ойластыруға және бір-бірімен сол заңнамаларды, кодекстерді ратификациялауға мәжбүрледі. Бұл жақсы. Бірақ енді біздің еліміз жаяудың шаңы шықпайды, жалғыздың үні шықпайды дейді. Осымен күресу үшін біздің көршілес елдермен бірлесуіміз керек қой бұл арада. Иә, бұл жерде бірлесуіміз керек. Мен жаңа атап өткендей, біз бұл жерде жаңа Шанхай ынтымақтастық ұйымы, тіпті Евразиялық экономикалық одақ болсын, біз көптеген үлкен интеграциялық құрылымдарға мүшеміз. Сондықтан бұл жерде біз бәрібір бірігіп күресуге тура келеді. Енді Орта Азия елдері қазір Өзбекстанда үлкен өзгеріс болып жатыр. Енді Өзбекстан мен Орта Азия өз арасында бір үлкен интеграциялық процестер басталса, онда біздің бұл террорлық ұйымдарға төтеп беруіміз тіпті күшейеді.
Жақсы, рахмет. Енді мынау жаңа ғана сіз айттыңыз, ол қаржы жағынан да, қор жағынан да әлемде бұндай үлкен көлемді топ болмаған, қылмыстық топ, террористік топ. Енді Иран басшысы Хасан Рухани жасырмай айтты, бұл алып державалар жарақтандырып отыр, қаржылай да, былай да көмек беріп отыр деп. Енді егер де шын болса дейік, бұл айтқаны шын болса, бұл жеңілді деген топтың қайтадан жандануы мүмкін бе? Сол сыртқы күштердің әсерінен қайтадан қуатын жинау. Енді әрине бұл жерде ең басты мәселе қазір таяу шығыстағы мына кімнің ықпалы үстем болатын анықтау процесі жүріп жатыр. Кеше ғана Сочиде өткен жиыннан қарасақ, Ресей де өзінің ықпалын сақтап қалды, белгілі бір деңгейде. Таяу шығыста Сирияда өз мүддесін сақтап қалу деген сөз, ол араб әлеміне ықпал ете алады деген сөз, белгілі бір деңгейде. Одан кейін Түркияның да өз мүддесі бар. Түркияда белгілі бір деңгейде өз мүддесін сақтап қалды. Күрдтердің белгілі бір аумақта өзінің ықпалын жүргізуге мысалы мүмкіндік бермеді. Иранда өзінің шиилік ықпалын біраз арттырды. Яғни өздерінің үлкен жұмыстары бар, шиилік жартай. Бұл жерде біздің тағы бір үлкен проблема бұл мазһабтық соғыс. Шиилік, сүнниттік мазһабтық соғыс бұл. Мұсылмандардың ислам әлемінің өз арасында бір үлкен алауыздық бар. Соның кесірінен біз осындай күйге жеттік. Бірақ бұл қазір таяу шығыста жалпы мына Асад билігіне қарсы шығып жатқан жүздеген оппозициялық топтар бар. Одан басқа да ұсақ-түйек террорлық ұйымдар бар. Ертең кез келген бір демеуші табылса, бұндай ұйымдар қайтадан ортаға пайда болуы мүмкін. Жаңа сіз өзіңіз әу баста айтып кеттіңіз, бұл Даиш жеңілді дегенмен тонын теріс айналдырып киіп, қайтадан шығуы мүмкін деп. Енді жаңа да айтып кеттіңіз. Негізінде араб көктемінен басталған осы жағдай бұндай үлкен бір шам шаһарының әлемдегі ең көне мемлекеттің бір құлдырауына әкеп соғады деп ешкім ойлаған жоқ. Бірақ басында жаңа өзіңіз айтпақшы, Асадқа қарсы оппозициялық топтың наразылығынан басталды. Одан кейін Хезболла бар, басқа да топтар шыға бастады. Одан кейін әр аудандағы жергілікті халық өзінің мүддесін қорғай бастады. Одан кейін жаңағы біздің Ирактағы әріптестеріміз, журналистер айтады, бізге Даиш келеді деген кезде халықтың барлығы қуанды дейді. Олар құтқарушылар деп ойлады дейді. Енді Даиш біз жойылды деп қорқып отқан кезде, жаңағы сіз айтпақшы, өзге де топтар оларды басқандай бір сыртқы күш әсер етіп, тағы да осындай жағдайды дәл осылай қайталануы мүмкін емес пе? Ондай қауіп қатер бар ма? Енді ол жаңа мен айтқандай бұл әлемдік тәртіпті орнатуға қатысты үлкен күштердің алауыздығы әлі тыйылған жоқ. Сондықтан бұл кез келген уақытта шығуы мүмкін. Шын мәнінде бұл Даиш бізді құтқарады, құтқарушы ретінде тіпті Сирияда бір бейбітшілік орнатушы немесе әділеттік орнатушы ретінде көрген адамдар болды. Бірақ шын мәнінде Даиш осы террорлық ұйымы Ирак пен Сирияның жаңа белгілі бір бөліктерінде кәдімгідей өздерінің шариғатқа негізделген халифат құрамыз деп өзінің жаңа басында айтып өткеніміздей ешкім мойындамаған ислам мемлекеті деген сияқты бір ұйым құрды. Сосы қазір босатылған кезде үлкен аумақ, яғни бір мемлекеттің адамы босады, яғни 7,5 миллион халық босады. Оларды тіпті зина жасадыңдар, ұрлық жасадыңдар, өтірік айттыңдар деп шариғатпен әртүрлі зорлық-зомбылықпен жазалап отырған. Мұндай ажал машинасын ешкім көрген жоқ. Бұлар қазір әлде болсын өздерінің ұяшықтары, мысалы Орта Азияда да бар, Түркияда да бар, Еуропада да бар, қазір өздерінің әрекеттерін жасап жатыр. Яғни қазір 2 күн бірінде бір жарылыс болып жатса, немесе терроризмнің ең соңғы қатыгез үлгілері арқылы жаңағы таптап адамдарды, немесе бір адамның бәлемпей адамды жарып, жас балаларды қолданып осы терактіге сөйтіп өлтіріп жатқан болса, бұның ар жағында тұрғандардың көбі осы Даиш террорлық ұйымы. Оны өздері де мойындарына алып жатыр. Ресейдің Сочи қаласында өзіңіз білетіндей жаңа айтып кеттіңіз, үш елдің басшысы кездесті. Ресейдің, Түркияның, Иранның. Жалпы бұл кездесуде нақты қандай мән бар? Енді бұл кездесуде бұл үш елде негізі мына Сириядағы дағдарысты бейбіт мақсаттар реттеу гарантиялар. Ол біздің Сирия процесі бізде 7 рет өтті. Оны өзімізде қарап отырдық. Бұл елдердің де мақсаты сол енді ары қарай Сирияда бейбітшілік орнатсақ, саяси бір келісімге келсек деген ойлары бар. Олардың да өзінің өйткені бағана айтып өткенде үш елдің де өз ықпалы бар. Үш елде өз қалаған нәтижелеріне қол жеткізді деп айтуға болады. Енді алдағы уақытта Сирияның конституциясын өзгертеді, белгілі бір деңгейде өздерінің мүдделерін ары қарай жалғастыра береді. Рахмет, Шам елінде тыныштық болсын деп тілейміз. Құрметті көрермен, осымен біздің эфирдегі уақытымыз тәмамдалды.
Біз студиямызға келіп пікір алмасқан Ержан мырзаға көп рахмет айтамыз. Ал біз сіздермен келесі жұмаға дейін сау саламатта болыңыздар дейміз.